Жаңақала аудандық соттар әкімшісінің басшысы Искакова. Әдеп кодексі әдептіліктің негізі. Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 22 ақпандағы 814 жарлығы мен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі жаңа редакцияда бекітілді. Әдеп кодексі мемлекеттік қызметкерлердің менталитетін жаңаша қалыптастыру аз үлес қосары сөзсіз. Әдеп кодексінде мемлекеттік қызметтің қоғам өміріндегі рөлі, мемлекеттік қызметшілердің ұстанымдары мен қоғамның мемлекеттік қызметке, мемлекет пен оның институттарына деген сенімін сақтауға және нығайтуға ұмтылу қажеттілігі ашықталған. Одан бөлек мемлекеттік қызметшілердің жүріс-тұрыс ережелері қызметтік әдеп стандарттарына көрініс тапқан. Әдеп қағидаларын заңнамалық тұрғыдан бекіту жалпыға бірдей қабылданған мемлекеттік стандарттарының сақталуын қамтамасыз етеді. Әдеп кодексі мәдениеттің құрамдас бөлігі ретінде адамгершілік және мораль мәселелеріне жақын. Әдеп қағидаттары мен стандарттарының сақталуы қоғамның мемлекеттік ақпаратқа деген сенімінің артуына ықпал етеді. Мемлекеттік қызметшілердің әдебі олардың жоғары кәсіби, моральдық, адамгершілік қасиеттері жалпы мемлекеттік қызмет туралы оң көзқарасты қалыптастырады. Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебіне жоғары талаптар қойылады. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметі қоғам өмірінде ерекше рөл атқарады. Ол қоғамның тыныс-тіршілігін қамтамасыз етеді және қоғамдық мүдделерді ең үздік және тиімді тәсілмен қанағаттандыруды білдіреді. Мемлекеттік қызметкердің моральдық әдептілік бейнесіне өзіне тән талаптар қойылады. Мемлекеттік қызметкер өзінің барлық күш-жігерін, білімі мен тәжірибесін өзі жүзеге асыратын кәсіби қызметіне жұмсайды. Өзінің отаны Қазақстан Республикасына қалтқысыз әрі адал қызмет етеді. Қазақстан халқының бірлігі мен елдігі ұлтаралық келісімінде нығайтуға ықпал етуге, мемлекеттік және басқа тілдерге Қазақстан халқының салт-дәстүріне құрметпен қарайды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілердің осы әдеп кодексі мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебінің стандарттарын белгілейді және қоғамның мемлекеттік органдарға деген сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениет және парасаттылық атмосферасын қалыптастыруға, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайларының алдын алуға бағытталған. Бұл ереже кодекстің мақсаттары мен мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп стандарттарын белгілеудің мәні қамтылған. Қоғам азаматқа мемлекеттік қызметші мәртебесін бере отырып, одан жүктелген міндеттердің сапалы орындалуын, мемлекеттік функциялар мен міндеттердің тиімді іске асырылуын күтеді. Мемлекеттік қызметші өзі қабылдайтын шешімдердің заңдылығын, әділдігін және ашықтығын қамтамасыз етеді. Азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзуға жол бермейді. Мемлекеттік қызметшілердің кәсіби міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген нормаларға қатаң сәйкес іске асырылады. Кодекс мемлекеттік қызметтің қоғамдық мүдделерді қанағаттандыру сияқты жалпыға бірдей танылған бағдарларын білдіреді. Мемлекеттік қызметшілер қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім, Қазақстан Республикасының Конституциясын қолданудағы заңнаманы және этикалық нормаларды өз мүдделерінен жоғары мүддесіз сақтау міндеттемесін білдіретінін түсінуі тиіс. Қызметтік әдеп стандарттарын сақтау мемлекеттік қызметшінің күнделікті қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл шын мәнінде оның өмір салты, ол жоғары моральдық принциптерге сәйкес келуге бағытталуы керек.